Кім келді сон? Сен ба? Сен? Кім соған келді сол чарт? Келесі апта походқа шығайын деп отырық қой, шығасыңдар ма? Че там? Поход жоқ. Бара алмайтын шығармыз. Ақша жоқ па не ақша? жоқ. Ойындаршы. Ой, телефондарың бар ғой каждыйың. Қосымша табыс табуға телефонмен. Телефонмен не жұмыс істейсің? Үй саласың ба? Клаш ойнайтын шығар? Клаш ойнайсың ба дегеніңіз? Телефон арқылы қосымша табыс табуға болады. Биномо дегенді естімегенсіңдер ма? Не ол тағы? Ой, не деген заманнан қалып кеткен адамдарсыңдар? Биномо деген трейдинг платформа ғой. Сол жерде алғашында демо счет арқылы барлығын үйренесіңдер да, кейіннен жақсылап үйреніп алғаннан кейін реальный счетта бастай бересіңдер барлығын. Тіркелу керек па, бірнәрсе істеу керек па? Астыдағы сілтемеге өтесің, одан кейін жаймен табыс тауып бастайсың. Егер анау сынтас деген промокодты қолданатын болсаң, қосымша бонустар береді. Егер түсінбей жатсаң, служба поддержка саған 1 минуттың ішінде бүкіл сұрағыңа жауап беретін болады. Одан кейін биномо блог арқылы бұрынғыдай қиын терминдарсыз еркін барлығын смело үйреніп алуға болады. Сосын. Одан кейін ол жақта көптеген турнирлар, чемпионаттар болып тұрады. Жылына $3 миллион призовой фонд бар. Одан бөлек көптеген сыйлықтар, бонустар барлығы бар ғой. Мысалы, көрсетейін қалай тіркелу керектігін. Қазір, міне, бүйтесің. Ең бірінші, мына жерде баланс толтыру керек. Ол үшін билайнды қолданасың ғой. Сәл пополнение жасайсың. 15 000 теңге без бонусы. Пополнениеден кейін ал енді келісім жасауға көшейік. Мына жерде міне барлығы анық көрініп тұр. Көрдің бе? Доход. Мына жерде өтесің. Болды. Басқа жулетталар құрып қалды ма не саған? Саған айтам, әдестейсің бәлде сен маған? Осылай кегағын кеп жүрма сенің? Саған айтам, Братан, мен Мадинаны шынымен жақсы көрдім. Сөйлемей, сука, Кесем ана тіліңді. Көрмейтін болайын мына жерден, кет. Братан, ешқандай арам ойым жоқ Мадинаға. Шынымен сүйем дедім ғой. Дедім ғой. Ананың бойына ойыншықты алу керек еді. Өзім пиздесімде жүрген жүрші. Уайымдама бір адам. Анау басқа районның баласы ғой. Райондағы браттарға хабарласам, өздері әкеп беретін қыламыз ғой. Саспасай. Братан, ана малдарды ұрмай-ақ қойсақ та болатын еді ғой. Былай айтсаң да сенің сөзіңе түсінеді ғой олар. Олар ұрмасаң сыйламайды. Сосын Макс, сен пиздес проблема болмай қойшы жарай ма? Макс? Ача сен өзгеріп жүрсің? Кімнің арқасында мына жақта братан болғанды ұмытып қалдың ба не? Есіңе салу керек болды сен. Жоқ, братан. Ешқайсысын ұмытқан жоқ. Макс. Сен немен тірліктеріме тірелетін боласың? Че ұрдық? Болмай ма не? Сен не істедің осы күнге дейін бізге? Қасымызда машина айдап жүргеннен басқа не істедің, Макс? Мен сені адам қылған мен, Макс, соны ойлан. Сен жасың кіші болса да бізбен бірге равный қылып жүргіз. Дұрыс қой қайрау, айтшы? Конечно, братан. Не істедің осы күнге, айтшы? Бір тірлікшесін бе, бір әңгімешесін бе, не істедің? Шешемін, братан, не істеу керек? Давай сен бейт. Кәрістің көзін құрт. Қолынан келе ме? Жаңа Макс брачың жағдай қалай екен? Қазір кішкене жақсарып қалды. Бірақ алып келген кезде талып жатты. Анау мамашкасы заява жазамыз деп қоймай жатыр. Заява? Бля. Сен сонымды жазбайтындай қылсай, брат. Бля, не өп кетті мынау кәріс? Қане біріксек ештеңе істей алмайды деген әңгімелерің. Мына бала сенің сөзін сөйлейін деп ауруханада жатыр. Қайта аман қалған. Өліп кетсе не істер едің, айтшы? Зайбалым әдет істеп жатыр ма енді?
жоқ не істеймін мен тастап кетейін ба жарты жолдан не қыл дейсің маған осындай болатынын білдіңдер ғой бастан ақ өздерің тұмар в общем кәріс мына тірлікті жақын арада шешпейтін болсаң мына жағдай хуйня болып қалады. тұмар өтініш андай уайымдай бермеші нервничай етіп лажы болмай бітпей жатыр ма мына тірлік өзім бітірем точкасын қойып бірдеңесін қылып сен сабыр сақташы кішкене Давай жақсы. хабарласам кешке Біздің апайлар қуамай, расписание қалай істеп қойған? Бірінші сабаққа дышсыныз. Дұрыс қой. Денелері шынықсын деп әдейі қойған да? О, шыны. Дышы дегенді полный айтып бере саған, просто. Тобасын ба, қарасай. Денелері қызсын, ұйқылары ашылсын, сергек болып, басқа сабақтарға әдейі болып барсын деп қойған ғой. Көбей сонда ертең. Түні мен ұйықтамай, мен әдебиеттен жаттасам. Сөйтіп сабаққа келем, бірінші сабақ дышшы, басыма доп тиеді, бүкіл жаттағанымды ұмытып қалсам ше ал. Апайлар білген ғой сен жаттамайтыныңды. Келесі апта көресіңдер ғой. Не істейсің, жаттап келесің ба? Папамды шақырып келем. Болды, қой бұл. Қатыспаймын дышшыға. Қазір ана баламен сөйлестің ба, не дейді? өткен таяқ жеген ба Иә. бәрі жақсы брат сосын жігітке ескерттім жаңағыдай заявление жазып сасымасын деп жігіттер мен папам мен басқа мектепке ауыстырамын деп жатыр әлімжан қоятыршы айтпақшы ана 10-шы класстармен бүгін жиналыс өткізсек телефон жоғалды дей ма может өздерінің араларынан жоғалған шығар Жігіттер әлімжан серьезно айтып жатқан сияқты ғой Әкесі неге өйтіп істеп жатыр екен, не дегенмен бір үйдің жалғыз сеніп отырған баласы ғой. Бізбен жүріп оқумен емес, төбелеспен басы қатып жүрген әкесі явно естіді ғой. Қалай көмектессек болады оған? Мен қатты айтып қойған жоқпын ба әлімжанға? Бүгін аптаның 3-ші күні. Кайра мен Габа шектен шықты. Уже маған талап қоя бастады. Карстың көзін құртуды тапсырды. Мен оны жасағым келмегенін жеткізе алмадым. Неге қалып болып отыр? Бүгін барлығы жақсы настроениемен жүр. Артық еш нәрсе байқамадым. Соған қарағанда кеше ешқандай полицияға да ұсталмаған сияқты. Бірақ төбелеске барғандары нақты. Жақсы. Егер де тағы да бірдеңе байқап атсаң, өзіме кеп айт, ема? Бара бер. Али апай, сабыр етіңіз енді, жыламаңыз. Қалай сабыр етем, мен қалай сабыр етем, баламды көкала қойдай сабап ауруханаға түсіпті. Қалай сабыр етем? Уайымдамаңыз енді, бәрі жақсы болады. Ең бастысы аман есен. Ертең ақ жазылып кетеді. Жыламаңыз. Балам, мен оның дәрдәрмегіне қайттан ақша табамын. Ол бала бізге жұмыс істеп көмектесіп жүрген еді ғой. Апай, біз сізге көмектесеміз. Ол жағынан еш қысылмаңыз. Ең бастысы ар жазбай қойыңызшы. Әйтпесе аналар сіздің балаңызға тыныштық бермейді. Мен сізге уәде беремін. Бұдан кейін бұндай жағдай ешқашан болмайды. Жыламаңыз болды.
Қара. Ана Макшаны істей алады деп ойлайсың ба? Істейді, братанчы. Істемесе надо будет өзім істеп тастаймын, братан. Сен кетіп қалғың келіп тұр ма не? А? Құдай сақтасын. Бәрін Макс істеді қыламыз ғой, общем. Уайымдамасай, братан. Асай, қайбы да? Кәріс, братан. Ана сол директордың кабинетіне кіріп шығып жүргенде бақылаш деп едің ғой? Иә. Сол 2 күн болды жаңадан келген қыз бар емес пе? Аты Ақбота ғой деймін, иә. Тек сол ғана кірді, басқа ешкім байқамадым. Ақбота дейсің ба? Иә. Ақбота. Все, красавчик, брат, молодец. Сен үшін ма? Давай, красавчик. Да, Тимур. Иә. Жігіттер, ана таяқ жеген жігіттің мамашкісіне ақша жинауымыз керек. Еба, мамашкілер ақша жинайтын болған ба? Район не болып кеткен? Біздің ата келіп тұрмасын? Мок бар сыныңнан 20 мың теңге жинап шықтық. Бля, жігіттер, серьезно. Жаңа жігіттің дәрмегі бар. Тағы да алатын басқа заттары бар. Еще ана мамашкісіне де обал. Бізден қол көмек сол. Сосын қалған тұмар өзі реттей береді. Ақшаны өзім бере салам. Сенде қандай ақша? Шамал жинап жүрген ақшам бар еді, соны бере салайын. Шамал жинап жүрген ақшаң ба, или шамал жинап жүрген коэффициентің ба? Болмаса өздерін тауып берсеңдерші. Бірақ сендерде ол ақша жоқ шығар, Бере берсінші осы. Просто айына 4 рет үйден ремонтқа деп ақша сұрап жатыр қой. Ұят болып кетті үйден жаманшы. Кәдімгідей бізді расчетқа қосып қоятын болған ғой. Осы айлыққа киім алу керек, газдың ақшасы, светтің ақшасы, базарда той қойылатын ақшасы, баланың ремонты деп біз тұратын болғанбыз ғой. Мейлі онда, Антош. Жаңа айтқан ақшаң маған жібере сал. Сосын 11 ба. Неге өткен төбелеске барғандарын қыздарың айтып жүрсіңдер? Кім айтты оны? Сендердегі новенький қыздың аты кім еді? Ақбота ма еді? Сол жаңа директорге бәрін жеткізіп, құлағы болып отыр екен. Біз айтып жүргеніміз уверенсің ба? Уверен ол. Сен қаяқтан білесің ол? Мен естігем өзім просто. Соны айтайын деп жатырмын, менен бұрын Кәріс айтып қойды. Мол? Кім айтып жүрген білсем көтін айырам деп жатыр едің ғой? Оның кішкене нервпен айтып қойған ғой сол кезде ше. Bir ayratыным бар енді. О, азибательно ол, жазып қоямын. Bir айрам. Давай, жарысайық та. Кім 50 рет тартылады? Сол 51 ретте тартылып алатын шығар. Деп ойлап тұрмын енді. Ассалаумалейкум, братан. Уалейкум ассалам. Қалай, Макс? Жақсы. Братан, мен сендерге көмектесуге келсем. Көмектесуге? Мен сені білгенмін ыздырап жігіт екеніңді. Міне мынау қағаз, міне мынау қалам, енді жаз. Оның жазатын ештеңесі жоқ, братан. Қалай сонда? Мұнда барлығы бар. Бұл не зат? Бірақ менің бір шартым бар. Қандай? Мок, бәрі дұрыс па? Не болып қалды? Ыстық болып кетті ма? Геназар, алшы. Охо! Доса, қош келдің, оралуыңмен. Жігіттер, тасырған жай жүргеніміз ар бер. Досым, каблуктың астынан келіп тұрады да просто. Что-то бір нәрсе ішесің бе, жейсің бе? Кола бар ма? Кола? Бар ғой кола, что-то құйып берейін ба, зыңғып. Сен де шығармайтын жоқ. Шығардың ба, құй енді. Тарт жер енді до конца. Иә. Сол анау.
Сол теманы шешіп ертерек беріп жіберсеңдер дұрыс болар еді негізі. Все, давай, брат. Кім? Ой, ана кеше ойыншы салып кеткен жігіттің райондағы братандар ғой. Кешке дейін сөйлесіп хабарын айтады бұйырса. Өтен қолында жүре бермесін ғой. Ертең өзімізге керек болады. Все. Ойындасы, братан. Үй жаққа барайын. Анау кәрістің шаруасын бітіретін затты алып қайтайын. Кешке қарай келіп алып кетемін сені. Давай. Байқау жүре. Все. Давай, братан. Ас болсын. Дәулет неғып жоқ сабақта? Ауырып жатыр ғой, апай. Өмір ауырады екен. Иә. Сәлеметсіз, апай. Мок, танк. Антош, Google, танк сендер директораға шақырып жатыр дейін деп жатсың ғой. Бәрін біліп тұр ғой. Сәл тексттеріңді өзгертсеңдерші, банально болып баратсыңдар. Ей! Болды, барыңдар енді отыра бермей дейін деп жатсың апай, иә? Мектеп скучно болып баратыр ма? Болыңдар сез бар. Бол. Ой! Маматбеков. Да? Міне мынау алдыңғы іс бойынша дәлелдер. Осыны маған шығарып алып қойшы. Дәлел тұр екен ғой, ұстап алайық та оларды бірден. Жоқ, әзір емес. Бұл әлі жеткіліксіз. Кішкене күтейік. Олардың тағы бір бұлттары шығып қалар. Хорошо, түсіндім. Апай, саламатсыз. Сәлем. Күйеуіңіз алып кетпеді ме не? Жоқ, күйеуім қалаға кеткен. Інісі төбелесіп таяқ қапты. Қалада төбелесіп? Мектеп кезінен төбелесіп кішетін. Қалаға барып ол жақта ол төбелесіп жүр. Әке-шешесін шашатып бітті со бала. Негізі, қалада төбелессін, ауылда төбелессін. Олдың өзіне байланысты ғой. Мүмкін. Ол да бар. Апай, өмірде жақсы екенсіз ғой, класста «Эй!» деп айқайлап ұрса бересіз. Енді мен сендер жаман болсын деп ұрыспаймын ғой. Жақсы болсын, сабақ оқысын деп. Мадина, ауырып қалғансың ба? Кішкене ауырып тұрған сияқтымын. Ауырма. Аты ауырсың. Мадина, ұятта болса сұрағым келіп тұр ше. Болашақта неше баламыз оған қалайсың? Білмеймін. Мүмкін 3 шығар. 3 дейсің ба? Сенші? 6 ғой, короче. Жүзінде қуасың ба? Өлтірейін деп жүрсің ба мені? Оу! Қошақан? Не істепсің мұнда? Аға, мен өзім өтініш жасап едім, мысыққа шығарып салшы деп. Қорқпа, тиіспейін, кіре ғой. Ромео? Басқа Джульетталар құрып қалды ма не саған? Саған айтам, Әдестейсің бәлде сен маған? Осылай кегағың кеп жүрма сенің? Саған айтам, Братан, мен Мадинаны шынымен жақсы көрдім. Сөйлеме, сука. Кесем ана тіліңді. Көрмейтін болайын мына жерден, кет. Братан, ешқандай арам ойым жоқ Мадинаға. Шынымен сүйем дедім ғой. Дедім ғой. Сөз қойсың ба сен, Сөз қойсың ба, Сөз қойсың ба деймін саған, Көрмейтін болайын сен мұнда ұқтың ба, Али апай, мынау сізге жинаған ақшамыз. Мақсат балаңыз аяғынан тұрып кеткенше дәрі-дәрмегіне тағы да басқа керек жарағына жетеді. Алыңыз. Балам, мынау көп қой. Жоқ апай, көп емес. Ең бастысы сіздер қиналмасаңыздар болды.
мынау тек біздің ғана жинақ ақша емес, бізден де басқа мектептер бар, солардың сіздерге деген ниеттері ғой, жинап берген. Үлкен рахмет балдарым. Алла риза болсын сендерге. Мақсатымның сендер сияқты дос барына ризамын. Рахмет балдарым. Жақсы апай, сау болыңыз. Біз кете берейік, асыл сеп. Аман болыңдар да қайда жүрсіңдер де. Братишка, айттың ба істе? Болды брат. Делай. Сомнение болмасын, братан. Да, Макс? Не болмасын дейді? Сомнение болмасын. Ара. Красавчик! Красавчик, Макс! Болды, давай, красавчик!